Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен мәтінді әдемі жазуды, оны анимацияға қоюды үйренетін боламыз. Ол үшін текстқа кіреміз. Добавить текст дейміз. Мына жерге мысалы үшін әдемі жазу деп қазақша жазайық, иә? Әдемі жазу. Сәл үлкейтіп қояйық. Енді астына қарап отырсаңыздар, шрифт деген бар. Бірінші мәтіннің, яғни шрифті қандайын қалаймыз, соны таңдап алайық. Мына жерде бізде русский, английский деген варианттар бар, және де егер де өзіңізде арнайы қазақша шрифттарыңыз бар болған болса, осында енгізіп қойсаңыз болады. Добавить шрифт деп осында енгізіп қоя аласыз. Енді қараңыз. Мына жерде кішкене прозрачный түрі бар екен. Мынадай түрі бар. Әдемі стористер жасауға үлкен мүмкіндіктер осы шрифттар арқылы бар. Ағылшыншада көбісі келе бермейді, но ішінде келетіндері де бар. Мысалға мынау. Мынау да болады. Так. Мынандай варианты бар. Мінекей. Жарайды, осыны таңдайық қазірше. Енді стильға кірейік. Мына жерде қараңыздар. Сіздер жазудың арт жағы ең бірінші тұрған жерінде қалағаныңызды таңдайсыз. Және бұны арты осындай болғанын қалайсыз ба, жоқ осындай болғанын қалайсыз ба, жылжытып отырып өзіңізге ұнағанын таңдайсыз. Және оның светін мына жерде түстерден ауыстыра аласыз. Ішін ауыстыра аласыз, сыртын ауыстыра аласыз. Сосын размерін міне. Мына жерде размер деп өзі жазылып тұр. Осылай өзгертсеңіз болады, немесе саусағыңызбен ұстап тұрып, ары бері жылжытып өзгертсеңіз болады. Бұлай кішкене қарауытып жасасаңыз болады. Прозрачныйға айналады. Міне, екіншіде арт жағындағы жазудың астындағы обводкасын өзгерте аласыз. Жазуды кішкене жанып тұратын қылып көрсетсеңіз болады. Ол жерде де цветтерін өзгерте аласыз. Сосын осылай қойсаңыз болады астына. Қажет емес болса, мына дөңгелекті басып, керек емес деген белгіні басып, алып тастай саласыз. Көлеңке қойсаңыз болады арт жағына. Қараңыздар. Көріп тұрсыз ба, гүлдің үстінде міне көлеңке. Басқандай жазу болса да, астында, мысалы, мынандай сурет емес, однотонный фон болса, өте жақсы көрінеді осы көлеңкелері. Сосын жазуды қалай ортасына тұрғанын қалайсыз ба, жанынан тұрғанын қалайсыз ба, осылай тұрғанын қалайсыз ба, қараңыздар. Өздеріңіз таңдап қоя бере аласыздар. Сосын жирный, қисайып тұрған, курсив, асты сызылған қалайсыз ба, осы жерден міне өзгерте аласыз. Так. Енді келесі. Эффектіға кірейік. Эффектіда мына астында қарап отырсаңыздар, тоже түрлері өте көп. Бұл жерде сіз белгілі бір түске байланысты таңдасаңыз болады. Мысалға, міне розовыйдың түрлері бар. Міне үсті жылтыр түрі бар. Үлкейтсеңіз көрінеді. Осындай әр түрлі ауыса береді, үстін бассаңыздар. Жасыл деп таңдасаңыз, жасылдың түрлері бар міне. Қалағаныңызды таңдап қоя бере аласыз. Мүмкіндік өте көп. Өздері көрсетіп тұрғандай, міне басып көресіз, сіздің жазуыңыз соған қарай ауысып, әр түрлі түрлене береді. Көктен де бар міне. Қызыл. Қандай қылып жазғыңыз келеді, соны таңдайсыз. Сарыдан да бар. Бұл жерде сарыдан алтын түс дегенін таңдауға болады. Осындай жарқырап тұрғанын таңдауға болады. Осындай қараңыздар. Неше түрлі қалағаныңызды таңдай бересіз. Анимацияға көшейік. Келесі тұрған жазуды біз анимацияға қоя аламыз. Біріншісінде тұрған мүмкіндікте бұл жазуды видеоның басында қойғанда жазудың шығып келе жатқанын көрсетеді. Және ең астына қарасаңыздар, оның жылдамдығын өзгерте аласыздар. Жазудың тез шыққанын қалайсыз ба, жоқ әлде баяу шыққанын қалайсыз ба? Астында ары бері осыны жылжыта отырып, сіз міне өзіңіздің музыкаңызға, айтып жатқан сөздеріңізге келістіре аласыз жылдамдығын.
астынан келгенін қалайсыз ба жазуды, жоғарыдан түскен қалайсыз ба, жаннан, жоқ әлде секіріп келгенін қалайсыз ба деген сияқты түрлі мінекей варианттары бар. Қалағандарыңызды таңдап әдемі видео, әдемі стористер жасай аласыздар. Екіншісінде бұл жерде міне тұр ғой, бұл уже видеоңыз бітіп бара жатқан кезде, қоштасып жазу жазып жатқан кезде міне жазуды жоқ қылдырады. Яғни осылай кетеді, немесе осылай кетеді. Яғни тұрған жазудың кету жолын көрсетеді. Мінекей. Әр түрлі мына жерде. Қарап отырсаңыздар, өздеріңізге ұнағанын таңдап аласыздар. Мынадай түрі бар. Бұл жерде қараңыз. Тоже неше түрлі жасауға болады. Үшіншісі петля деп тұрған. Бұлай домалақ айналдырып қойсаңыз болады, және оны асықпай айналдырсаңыз да болады. Сосын фразы деген бар. Бұл жерде сіз жазуыңызға обложка қоя аласыз. Саусағыңызбен ұстап кішірейтсеңіз болады. Міне. Мүмкіндіктер өте көп. Тек ішіне ақтарып қарай берсеңіздер, өзіңізге ұнағаны шығады, соны таңдайсыздар. Осылай достар, CapCut'ың жазулармен әртүрлі анимация жасап, және оны әртүрлі түрлендіріп, видео жасай аласыздар. Егер сіздерге пайдалы болған болса, маған лайк басып, комментарий жазып, ең бастысы тіркелуге ұмытпаңыздар.